Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін сіздерге осындай бір жасағынан шығатын капкейктердің жасау жолдарымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдымен біз ендігі осы бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ағарғанша араластыруымыз қажет. Осылай араластырып алғаннан кейін ендігі біз бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды екі бөліп салатын боламыз. Біртіндеп саламыз жұмыртқаларымызды. Жақсылап араластырып аламыз. Барлығын осылай жақсылап миксерлеп болғаннан кейін енді ұнымызды салатын боламыз. Онда мен ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Үстіне қопсытқышымызды салып, осында ванилинді салып, барлығын араластырып алып, және де жылы сүтімізді, бөлме температурасында тұрған жылы сүтімізді осы ұнымызбен бірге кезек-кезектен салып араластыратын боламыз миксерлеп. Осылай барлығын жақсылап миксерлеп алғаннан кейін біздің массамыз дайын. Ендігі мен осындай арнайы стаканчиктер болады капкейктерге, соларға пісіретін боламын құйып. Мына осындай стаканчиктерге орташа беліне дейін салатын боламыз. Егер де сіз барлығы бірдей болсын деп тапсырыс жасайтын болсаңыздар, өлшеп алсаңыздар болады. 60 граммнан осы капкейктен 15 штук шығады бізде. Мына біздің қиып шықтық. Ендігі осыны қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минут аралықта пісіріп аламыз. Піскенін осылай арнайы таяқшалармен тексеріп қарасаңыздар болады. Біздің капкейктер дайын болды. Енді мен бұл капкейктердің ортасына начинка салатын боламын. Сол себептен ортасына осылай пышақпен шұқып алып тастасаңыздар болады. Мен осындай арнайы дайын тұрған карамельді құйып шығатын боламын, тоқтай. Осылай барлығын құйып шықтым. Ендігі біз кремін дайындайтын боламыз. Мұнда міне творожный сыр мен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз, түйіршік қалмайтындай қылып. Және де клейгейімізді, салқын клейгейімізді құйып, барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Мына біздің креміміз дайын болды. Енді капкейкті жинайтын боламыз. Мен осылай тапсырыс жасағандықтан осылай арнайы коробкаға жинайтын боламын. Осылай салып шықтым капкейктерді. Енді кремін үстіне жағатын боламын. Осылай әдемілеп, жан жағына шығармай әдемілеп. Кремін түстерін өзгертсеңіз де болады. Қызыл түске, сары түске өздеріңіздің қалауыңызша. Мен енді осылай тапсырыс жасағандықтан ақ түске жасап жатырмын. Ендігі үстінен осылай фруктылармен сәндеймін. Мына біздің капкейкіміз дайын болды, өте әдемі. Ортасы да мына карамелі бар, жұмсақ, үлпілдек дәмі деген енді ерекше, ауызда ерейді десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көңіліңізден шықса, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.